10 күнде 5000 евро төленетін жұмыс табылды. Тек бір ғана экспериментке шыдап, соңына дейін барсаңыз болды. Дәл осындай ақпарат Инстаграм мен ТикТокты шарлап жүр екен. Тіпті осыған ұқсас мәтінде пікірлер де пайда болған. Ақпарат қаншалықты рас? Бірге тексеріп көрейік. Бірден айтайын, ақпарат рас. Иә, қате естімедіңіз. Еуропалық ғарыш агенттігі Вивальди 3 деп аталатын ғылыми эксперимент жүргізіп жатыр. 2025 жылы ақпанда басталған бұл эксперимент сәуірдің соңына дейін созылады. Дегенмен бұл процесс ел айтқандай 10 күн емес 21 күнге созылады екен. Алғашқы 5 күні негізгі өлшемдер болса, 10 күні эксперимент үшін тағы 5 күн денені қалпына келтіру және соңғы 1 күн бақылау жүргізуге арналған. Эксперимент Францияның Тулуза университетінің ауруханасындағы Медес ғарыш клиникасында жүріп жатыр. Талап бойынша қатысушылар су толтырылған контейнерлерге жатып, ғарыш станциясында ғарышкерлердің күйін сезінеді екен. Негізгі мақсат ғарыштың адам ағзасына қалай әсер ететінін анықтау. Жалпы Вивальди жобалары ғарышкерлердің денсаулығына төнетін қауіп-қатердің алдын алуға және болжауға әрі азайтуға бағытталған. Ал сіз бұл экспериментке барар ма едіңіз? Пікіріңізді комментке жаза кетіңіз, видеомен бөлісіп каналға тіркеліңіз, ал видеоны осы жұмысқа барғысы келген досыңызға жіберіңіз.